Қал жеріңіз қалай, құрметті көрермендерім, аман саусыздар ма? Бұл менің алдындағы пересадка жасаған гүлім монстерам. Пересадка жасағанына бір айдай көлем. Пересадка жасағаныма бір айдай уақыт өтті. Өзін жақсы сезініп тұр. Жапырақтары кәдімгідей мына керемет десем болады. Жаңадан берген жапырағы. Бұл горшок шамамен менде бір 15 литр болар деп ойлап тұрмын. 10 или 15 литр үлкендеу. Так, жапырақтары деген тамырлары бар. Мына тамырлардың ішіне салдым алдында, иә. Мына тамыр кішкене шіріп тұрды. Кесіп тастадым да, жаңағындай не істедім. Обработка жасадым, хлоргексидин жағып қойдым, пока ешқандай шірі, ондай ештеңе жоқ. Жаңадан берген жапырағы мына сабақтан беріп тұр. Мына сабақтағы соңғы жапырағы мынандай болған. Бұған дейінгі жапырағы, соңғы жапырағы сәл-пәл кішілеу болып тұр. Так, енді мына жағынан кетіп бара жатқан сабағынан шыққан жапырағы міне екеуі бірдей екен, я, шамалас екен. Және де міне үшінші жапырақ бергелі тұр. Мұнда енді үлкен да жапырақтары міне қолымнан да үлкен болып тұр. Мынау екіншісі, соңғысы бұдан да үлкен екен. Мынандай тесігі бар. Бұл монстера делициоза деп аталады. Мынандай тесіктері болса, егерде уже крупный үлкен болып өсу керек. Мына гүл негізінде жапырақтар үлкен болып, бірақ та мына жапырағы уже көріп тұрғандарыңыздай кішкентай. Бұл неге деп ойлап тұрмын. Интернеттен жаңағындай қарап, барлығын сараптап, өз ойыма жаңағы жинақтап келгенде информацияның барлығын бұл күн көзінің жетіспеуінен болуы мүмкін. Мен енді основном жұмасына бір рет су құюға тырысам. Алдында кішкене залив болған сияқты, менде жапырақтарының үстеріне мынандай қараттап сепкілдер шығып кетті. Или это грибок, или залив. В общем, оны деген фитоспоринмен су сеуіп, сосын пораженный жерлерін қиып алып тастадым. Бұл мына жерде алып тастадым, бірақ гүлім өлген жоқ, ештеңе болған жоқ, бірақ жаңағыдай поврежденный жерлерін алып тастадым. Сондықтан да переливать етуге болмайды гүлдерді. Өз жаңағы бір жұмада құйсаңыз, ол негізі шыдамды болады. Бір жұма болса, енді өзіңіз қарап қойыңыз, су горшоктағы не құрғап кетті.